Баршаңызға қайырлы күн. Осы бүгінгі видеомда балықтар туралы қызықты мәліметтер бөліскім келіп отыр. Әлемдегі ең әдемі әрі ең ақылды балық дельфиндер. Әлемдегі ең үлкен балық кит акуласы. 1828 жылдан белгілі, ұзындығы 15 метр, салмағы 14 тонна, 35 мың тісі бар. Әлемдегі ең кішкентай балық гуаногостер. Ұзындығы 17,4 мм. Ең улы балық фугу балығы. Бұл балықтың ішкі ағзаларында, әсіресе бауырында және уылдырығында, сондай-ақ өті мен терісіне тетротоксиннің өлімге апарып соқтыратын көп мөлшері жинақталған. Ең ұсқынсыз балық тамшы балық. Аустралия мен Тасманияның терең суларында кездеседі. Жеуге жарамсыз. Ең жылдам жүзетін балық семсер балығы. Сағатына 120 шақырым жылдамдықпен жүзе алады. Ең жай қимылдайтын балық хиппокампус. Қара теңіздің ең қауіпті балығы теңіз аждахасы. Оның уы өте қауіпті болып келеді. Ұшқыш балықтар саргонтәрізділер отрядының тұқымдастарына жатады. Дене ұзындығы 15-50 см. Суда балық сағатына 30 км/сағ жылдамдықпен жүзіп, ауадан шығарда жүзу жылдамдығын 60-65 км/сағ көтеріп, судан атып шығады. Су бетінде 200-400 метрге дейін қашықтыққа қалқып ұша алады. Жылан балық тоқ күші 1200 вольт. Салпа маджоре балықтың түссіз түрі өте сирек кездеседі. Тек қана саркан балығының сүйегі жасыл түсті болады. Алтын балықтың есте сақтау қабілеті тек 3 секунд. Тас балық Үнді және Тынық мұхиттарының суларында мекендейді. Үнді және Тынық мұхиттарының оның арқасында қауіпті сезуге көмектесетін 13 қылқан бар. Балықтың уының күшті болғаны соншалықты, уы тиген бойда адам бірден естен танып қалады. Акулаларда ракқа қарсы иммунитет сақталған. Ақ киіктің жүрегінің үлкендігі жеңіл көлікпен бірдей. Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды. Балықтар жерде шамамен 450 миллион жыл бұрын болған. Олар динозаврлардан бұрын пайда болды. Ұшатын балықтың шамамен 40 түрі бар. Ондай ұшатын балықтар су астында қатты жылдамдықпен келе жатып, белсенді түрде құйрығын бұлаңдатып жоғарыға қарай секіреді. Ұшатын балықтардың бүйіріндегі үлкен жезбе қанаты су үстінде 400 метрге дейін ұшуына мүмкіндік береді. Олар бұл дағдыларын жыртқыштардан қашу үшін пайдаланады. Ұшатын балықтар негізінен ұсақ шаян тектестермен және планктондармен қоректенеді. Кейбір балықтар артпен жүзеді. Тұтас қанаттар қорегін іздеу үшін теңіз түбіне дейін жортады. Мұндай кезде оларға арнайы электрлік датчигі көмектеседі. Ал балық жүзіп бара жатқанда ол бұлшықет қозғалысынан кейін әлсіз электрлік импульстер шығарады. Бұл құбылыстың арқасында тұтас қанатты құмға жасырып жатқан балықтарды да ұстай алады. Қазіргі уақытта шамамен 25 мың балық жіктелді. Ғалымдардың есептеуінше әлі 15 мыңға жоқ балық зерттелмеген. Балық түрлерінің әртүрлі таңғалдырар, мысалы сүтқоректілердің, бауыры мен жорғалаушылардың, құстардың және қосмекенділердің барлық түрлерін бірге алсақ, олар
сонда да балық түрлерінің саны аз болады. Назарларыңызға рахмет.